Армысыздар, құрметті достар, қымбатты білім алушылар, оқытушылар және де YouTube арнамыздың көрермендері. Бүгін біздің студиямыздың қонағы ядролық технологиялар паркі акционерлік қоғамның басқарма басшысы, радиоэколог және де Әлихан Бөкейхан университетінің қолданбалы биология кафедрасының оқытушысы Байгазинов Жанат Абылқанұлы. Қош келдіңіз, Жанат аға, қалыңыз қалай? Саламатсыз ба, Сел, рахмет, бәрі ойдағыдай. Бүгін біз сізбен қазіргі таңдағы өте өзекті тақырыптардың бірі атом электр станциясын салу керек па әлде жоқ па, сол туралы әңгіме өрбитін боламыз. Жалпы дайынсыз ба? Әрине, бұл қазіргі уақытта өзекті тақырыптардың бірі. Жақын арада референдум болады, халық арасында бұл жайында өте үлкен талқылаулар болып жатыр. Мен де өз ойыммен бөліскім келеді, бөлісе аламын деп ойлаймын. Жаңағыдай, себебі осы салада бірер жыл уақыт болды қызмет атқарып келе жатырмын. Енді Әсел айта кетейін, мен өзім ядролық технологиялар саласындағы маман емеспін. Мен радиоэкологпын. Маған биология ғылымдары жақынырақ. Сол себептен мен осы позициядан жаңағыдай өз ойымды айтқым келеді. Және де жаңағы басты сұрағыңыз Қазақстанға жалпы атом электростанциясы керек па, оны біздің өңірде болмасын Балқаш өңірінде салу қажет па, жоқ па деген сұраққа мен өзімнің таза субъективті пікірім қажет. Себебі біріншіден қазіргі ортадағы қалыптасқан кейбір пікірлер бар. Біріншісі, ол әлбетте халықты мазалайтын қауіпсіздік мәселесі. Екіншісі, ол біздің мына ғалымдар, мамандар бар ма, жоқ па, біз оны ары қарай әкете аламыз ба деген сұрақтар. Одан кейінгі мәселе, ол жаңағыдай атом электростанциясы біз үшін қаншалықты пайдалы деген осындай бір негізгі үш сұрақ бар. Соның ішінде мен мысалы мынау қауіпсіздік жайында Қазақстан ғалымдарының, Қазақстан ғылыми қызметкерлерінің компетенциясы жайында айтқым келеді. Жалпысында біз мынау атом электростанциясының салыну жаңағыдай мәселесіне келген кезде басты мынандай ойларды еске сақтауымыз керек заттарды. Біріншіден, Қазақстан атом электростанциясымен жұмыс істеп көрген мемлекет. Білсеңіздер, 73 жылдан 99 жылға дейін Ақтауда бүгін 350 деген реактор, жаңағыдай жылдам нейтрондарға негізделген реактор жұмыс жасаған. Ол өз заманның ерекше атом электростанцияларының бірі. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, Қазақстанда қазіргі уақытта 3 ғылыми зерттеу реакторлары бар. Енді бұны мен не үшін айтып отырмын? Бұны жаңағыдай атом электростанциясымен әлгі біздің ғылыми зерттеу реакторларының арасында айырмашылық бар, бірақ негізгісі түбі бір. Екеуі де жаңағыдай ядроның энергиясын пайдаланады. Екеуінде де біз жаңағыдай жұмыс істеу принципі бір. Тек атом электростанциясында түсінікті, онда да реактор болады, онда да суытқыштар, жылытқыштар, жаңағыдай әлгі тоқ электр энергиясын өндіретін механизмдермен сымдар кетеді ары қарай, басқа жаңағыдай елді өңірлерге кететін. Ғылыми зерттеу реакторлары, олардың жұмыс істеу принципі тура сондай. Әлгі атом электростанциясына пайдаланатын, былай айтқан кезде жанар жағармай ғылыми зерттеу реакторларында да пайдаланылады. Сондықтан бұл жерде әлгі атом электростанциясы мен жаңағы ғылыми зерттеу реакторларының ұқсастықтары өте көп. Жұмыс істеу принципінде де ұқсастықтар өте көп. Ол деген сөз не? Қазақстанда реакторлармен жұмыс істеу тәжірибесі бар. Біз мүмкін атом электростанциясын сала алмаймыз. Оған біз әлемдегі үздік компаниялар, үздік жаңағыдай мемлекеттерді шақырып, солардың арасында конкурс жариялап отырмыз. Олар жаңағыдай бұрынғы болған қателіктерді ескере отырып, қазіргі уақытта мынау реакторлардың жаңа поколениясы, олардың жаңағыдай жаңа қалай айтсам болады, құрылымы, принципі жаңағыдай өзгертіліп, қауіпсіздігі әлде қайда жоғарылатылған компаниялар. Былай айтқан кезде енді осыдан
50 жыл бұрын шыққан Toyota мен білмеймін қазіргі шығып жатқан Toyotаның арасындағы айырмашылық көп қой, тура сол сияқты. Бұны жаңағы басты ой, Қазақстанда тәжірибе бар. Біз реакторлармен, атом электростанциясымен жұмыс жасай аламыз. Себебі Курчатов қаласында, мына тура Семейдің іргесінде 2 ғылыми зерттеу реакторы бар. Ол ұлттық ядролық орталықтың негізінде жұмыс істейтін реакторлар. Ол жерде 2000-ға жуық ғылыми қызметкер бар. Барлығы дерлік осы реактордың жаңағыдай жұмысын қамтамасыз етіп, ғылыми жаңағыдай жаңалықтар ашады. Тағы бір реактор Алматы қаласында ядролық физика институты, Алатау поселок шағын ауылында жаңағыдай орналасқан тағы бір реакторымыз бар. Ол жерде де бір 1000-ға жуық адам ғылыми қызметкер жұмыс жасайды. Сол себепті қауіпсіздік жаңағыдай Қазақстан оны жасай ала ма, жасай алмай ма, оны біз қадағалай аламыз ба, жоқ па деген сұрақ мүлдем орынсыз деп есептеймін. Тағы бір ерекшелік, жаңағы мынау атом электростанциясы деген нәрсе, біз ғылыми зерттеу реакторларынан ерекшелігі. Оны сіз машинаны оталдырған құсатып, оталдырып қоясыз да, самолет деп айтайықшы мысалы, оталдырып ұшырып қоясыз да, бір жаңағыдай деңгейде ұстап отырасыз. Болды. Ары қарай техниктеріміз, инженерлеріміз оның жұмысын тек қана қадағалап, бақылап қана отырады. Былайша айтқан кезде адам ары қарай оның ісіне кіріспейді. Ал ғылыми зерттеу реакторлары жылына бірнеше мәрте 10 шақты, 30 шақты рет қосып өшіріліп отырады. Тура самолеттегідей, самолетті ұшырып, оны қондыру ең күрделі нәрсе ғой. Атом жаңағыдай электростанциясында болсын, ғылыми зерттеу реакторларында болсын, осы процесс күрделі процесс. Сол себепті біздің жаңағыдай ғалымдардың, ғылыми қызметкерлердің біліктілігі өте жоғары деп есептеймін. Сонымен қатар жаңағыдай Қазақстан ұлттық ядролық орталық қызметкерлері болсын, ядролық физика институтының қызметкерлері болсын, мына жапондық ғалымдармен бірлесіп көптеген ғылыми жобалар жасап жатыр. Ол ғылыми жобалар қандай? Олар осы атом электростанциясының қауіпсіздігін жоғарылату, оларда пайдаланатын жәлгі металдардың, енді біз материаловедческий деп айтамыз ғой, орысша айтқан кезде, сол бағыттағы өте үлкен ғылыми жұмыстары көп. Былайша айтқан кезде біздің қызметкерлер тек қана атом электростанциясын қосып қана өшіріп қана қоймайды, оның ішін қалай жақсартуға болады, оның қызметін қалай қауіпсіздендіруге болады, сондай сұрақтарға жақсы жауап бере алады, істей алады. Сол себепті жаңағы мен өзіме қойып отырған былайша айтқан кезде негізгі 2 сұрақ, қауіпсіздік пен жаңағы ғалымдардың, қызметкерлердің компетенттілігі, біліктілігі, ол жаңағыдай қорқытатын нәрсе емес. Қорқынышты нәрсе емес. Енді жаңағы тағы бір мәселе, ол экономикалық тиімділігі. Экономикалық тиімділігін әсел шындығына келген кезде мен айта алмаймын, мен экономист маман емеспін. Жаңағыдай оны әлбетте санау керек шығар, оны анықтау керек шығар. Бірақ мен өзім Семей қаласының тұрғынымын. Қысқы уақытта қаламыз неге айланатынын біз жақсы білеміз. Көк түтін, әппақ қарымыз қап-қара күйге айланады. Енді сіздер елестетіңіздер. Мен енді нақты ақпарат емес, білуімше тәулігіне 60 вагон көмір жағылады дейді, осы біздің Абай облысында. Елестетіңізші, 60 вагон, әрқайсысы 60 тоннадан есептесек, пәлен-пай вагон жаңағы көмір кетеді. Ал енді атом электростанциясына керек жанар жағармай, ол жаңағыдай Қазақстан әлемдегі нөмір 1 орын алатын, өндіруден 1 орын алатын уран. Және де оның мөлшері бірнеше куб қана болуы мүмкін. Оны біз үздіксіз пайдаланамыз. Және де бір кереметтілігі, оның мынау қоршаған ортаға тигізетін, былайша айтқан кезде, мынау тікелей әсері жоқ. Жанама әсерлері болуы мүмкін, выбростар болуы мүмкін. Бірақ ол жерден алатын жаңағы біздің доза дейміз ғой, радиация. Оның мөлшері өте төмен. Төмендігі соншалықты біздің мынау жылына 1 рет барып рентгенге түскендегі мынау сәуле алатынымыз сонымен салыстырғанда бір 100 есе төмен болады. Соны ескеру керек. Сондықтан экологиялық тұрғыдан мен атом электростанциясының
тиімділігі, пайдасы, жағымды әсері, жағымды емес, енді былайша айтқан кезде қалай эффективность деп айтамыз ғой, сол жоғарырақ. Біз мына жұтып жатқан көмір, шаң, тозаң 1000 есе қауіп артық болып есептелінеді. Сондықтан біз соны жақсы түсінуіміз керек. Жалпы енді осы атом электр станциясын салудағы біз үшін қаншалықты бағана пайдасын айтып кеттіңіз. Яғни ол біздің экономикамыз үшін де және қоршаған ортамыз үшін де пайдасы қаншалықты көп болады деп ойлайсыз? Енді жаңа айтып отырмын ғой, бұл мүмкін экономикалық тұрғыдан санау қажет. Жаңағы әлбетте газ мысалы, жаңағыдай мынау судың, ертістің бойындағы біздің Шульбинский ГЭС-тен алынатын мүмкін жаңағыдай электроэнергия атом электростанциясымен салыстырғанда, білмеймін енді, оны анықтау керек, есептеу керек. Жаңағы енді нақты пайдасына, ол енді мамандардың, экономистердің жаңағыдай мойнына артылатын нәрсе ғой. Бірақ мен нақты білетінім, мысалы жаңағыдай мынау күн энергиясын пайдалану, жел энергиясын пайдалану. Қарапайым бейтіп көзбен жаңағыдай эколог тұрғысынан қарайтын болсам, тура сол күн жүйесі болсын, күн сәулесі болсын, жылу несі болсын, жел болсын, оған қозғалтқыштары бір бөлек, оған пайдаланатын аккумуляторлар бір бөлек. Олардың саны қаншама, оларға жұмсалатын әлгі ішіндегі құрамы қаншама, оған жаңағыдай оны өндіруге кететін күш қаншама, соны есептейтін болсақ, әлбетте атом электростанциясы жаңағыдай тиімдірек, әлі экологиялық тұрғыдан щадящий деп айтады ғой, орысша айтқан кезде, сондай болады. Бұл бір мәселе. Екінші, пайдасы жайында мен мынаны айтар едім. Қазақстан атом электростанциясын салып, ол дәуірді, бұл тәжірибені былайша айтқан кезде біз өткермесек, біз одан кейінгі технологияларға, одан кейінгі энергия алу көздеріне жете алмай қаламыз. Енді қазір атом электростанциясы қалай жұмыс жасайды? Ол үлкен, мынау Менделеев таблицасындағы ауыр элементтер бар ғой, уран, плутоний деген сияқты. Солардың, сол атомдардың бөлінуінен алынатын энергияны пайдаланамыз. Ал келесі дәуір, осы жаңағыдай реакция делениеден кейінгі дәуір, ол термоядерный синтез. Оны да жаңағыдай қазір бұқаралық ақпарат құралдарынан жиі айтып жатыр. Алпауыт жаңағыдай ақшасы көп мемлекеттер бұл салаға өте қыруар қаржы бөліп, оны дамытып, зерттеп, әлемнің түпкір-түпкірінен қазір токамак деген жаңағыдай қондырғыларды орнатып жатыр. Ол не үшін керек? Ол жаңағы біз атом электростанцияларында, қазіргі атом электростанциясында энергияны ядроның, элементтің, атомның бөлінуінен алатын болсақ, ал токамактарда біз керісінше кішкентай ауыр элементтердің жаңағыдай қосып, жаңа элементті, мысалы сутек атомдарын қосып, одан гелий атомын алу арқылы, синтез арқылы үлкен жоғарғы температурада үлкен қыруар энергия аламыз. Ол термоядерный синтездің мына қазіргі атом электростанциясының жаңағыдай жұмысына қарағанда экологиялық тұрғыдан мүлдем таза болып есептелінеді. Ол жаңағыдай қуаты бойынша 1000 есе артық болып есептелінеді. Қазіргі таңдағы ғылыми жетістіктер осы жаңағыдай синтез арқылы пайда болатын әлгі өте қызуы жоғары, күн сәулесіндегідей қызуы жоғары плазманы алып, оны бірнеше минут ұстап, жаңағыдай бақылау, контроль дейді ғой, сондай деңгейге жеткізді. Яғни біз енді может быть біздің заманымыз емес, біздің болашақ ұрпағымыздың заманында біз бәрібір әлем жер бетіндегі адамзат осы термоядерлі синтезге Құдай қаласа көшеді. Ал енді оған біздің жаңағыдай мемлекет, біздің ұрпақ дайын болу үшін біз мына этаптан өтпейінше оған өте алмаймыз. Біз мынаны меңгеріп, оны пайдалана алуымыз керек. Одан кейін ғана барып біз жаңағыдай термоядерлік синтездің төңірегінде боламыз.
біз қашанға дейін тұтынушы мемлекет болып қаламыз. Бізде әлгі энергияны өзіміз өндіріп жатқан, алып жатқан уранды дұрыс пайдалана беруіміз керек. Біз шикізатты өндіріп, оны шет мемлекеттерге сатудан басқа шынына келген кезде енді қазір көп нәрсе істемейміз ғой. Бұл жердегі мәселе де тура сондай. Және де енді шындығына келген кезде Илон Маск қазір Марсқа көшу жайында әңгіме айтып жатыр. Рас қой, адамзатты сол жаққа көшіру керек деген үлкен грандиозный идеялары бар. Оның қасында Қазақстан әлі де жаңағыдай атом электростанциясын салу керек пе, жоқ па деген сұраққа біз жауап таппай жатырмыз. Сондықтан менің ойымша жаңағыдай енді атом электростанциясын салу қажет, және де ол бізге болмасын, ол келешек ұрпаққа, біздің мемлекетіміздің болашағына өте қажетті қадам және де кезең. Рахмет. Енді көпшілік адамдардың бойында осы атом электростанциясына қатысты қорқыныштар мен үрейлер бар. Сол неден деп ойлайсыз жалпы өзіңіз? Әлбетте, енді әсіресе мынау Семей өңірінің тұрғындары үшін жаңағыдай радиация деген сөздің өзі қорқынышты. Сол себепті де жаңағыдай енді мемлекет басшылығы болсын, үкімет болсын, мынау бұл сұрақты референдумға шығару қатысты шешім қабылдады. Таза менің субъективті пікірім, референдум қажет емес еді. Мемлекет өз мойнына бұны жаңағыдай жауапкершілікті алып, атом электростанциясын саламыз деп үкім айту керек еді. Себебі енді қарапайым нәрсе, мысалы менің енді былай айтқан кезде бір туысымды алайық, ол кісі өмір бойы енді жаңағыдай құрылыс саласында жүр. Я болмаса мектепте отырған тарих мұғалімінің мұғалімі. Атом электростанциясының жаңағыдай экономикалық тиімділігі, оның қауіпсіз еместігі, жаңағыдай басқа энергия көздерімен салыстырғанда қайсы тиімді, оған маман ғана, эксперт ғана жауап бере алады. Мен өзім радиобиология, радиация саласындағы қызметкер болсам да, бұл сұраққа жауап бере алмаймын. Менің өзімнің жаңағы қалыптасқан ойым бар, соны ғана айтамын. Сол себепті бұл жаңағыдай эксперттердің мойнына келетін нәрсе деп есептеймін. Ал енді жаңағыдай мынау халық неге қорқады, неге қорқыныш бар? Себебі бізге шындығына келген кезде Семей сынақ полигоны бар. Пәленбай жыл жаңағыдай әсер етіп, Қазақстанның жерінде жаңағыдай сынақтар жасалынып, ядер бомбасын жаңағыдай көрдік. Ол үшін, бұл Қазақстан үшін үлкен трагедия. Оны бір бұқаралық ақпарат құралдарынан да бәр жерде де 30 жыл тәуелсіздік алғаннан бері езгілеп келеміз, айтып келеміз, көрсетіп келеміз. Шындығында рас бұл трагедия. Тағы ба айта кететін нәрсе, бұл Семей өңіріне ғана қатысты нәрсе емес, себебі Қазақстанның түпкір-түпкірінде ядролық жарылыстар болған. Олардың саны өте көп. Сондықтан батыста болсын, оңтүстік болсын, солтүстік болсын, орталық Қазақстанда болсын, ядер бомбаларын жарған әр өңірде біз ол проблемамен кездесіп отырамыз. Содан да халық жаңа радиация деген сөзден естісе болды шошиды. Бірақ біз бұл жерден мынандай нәрселерді түсінуіміз қажет. Орысша айтқан кезде доза облучения — это еще не приговор. Ол жаңағыдай әлбетте оның жағымсыз әсерлері өте көп. Мен өзім мысалы Семей қаласының тұрғынымын, осында туып өстім. Менде де әлгі полигон удостоверение деген нәрсе бар. Бірақ мен маман ретінде өзімнің дозамды жақсы есептей аламын, мен оны білем. Және де мысал ретінде айта кетейін, менің осы Семей өңіріндегі тұрып жатқаннан бері алған дозам нақты Семей сынақ полигоннан келген жаңағыдай техногенді дозам. Ол мынау тағы да мысал ретінде жылына 2 рет рұқсат берілген кеудемізді түсіретін рентген сәулесіне жаңағыдай снимок, соған қарағанда 1000 есе төмен. Түсінесіз бе? Мен Семейде 40 жыл астам уақыт өмір сүріп келе жатырмын. 40-қа келдім. Осы 40 жылдың ішінде менің барлық қалған дозам әгі рентген сәулесінен келген дозадан 1000 есе төмен. Сондықтан бұл біз оны көбі біле бермейді. Біз ойлаймыз жаңағыдай менде полигон удостоверениесі бар, болды, мен зардап шеккен адамдардың бірімін деп. Бұл сұрақты да дұрыс түсіндіре білу керек. Бұл сұрақты да дұрыстап жеткізе білу керек. Енді
мысалы жаңағы біз радиацияның әсері жайына сөйлескен кезде біз дозалардың мөлшерлері қандай болады, соны анықтауымыз керек. Үлкен дозада қандай эффектілер болады, ғылым оны жақсы меңгерген. Кішкентай дозаларда қандай эффект болады, біз оны жақсы түсінеміз. Мысалы, енді ғалымдардың жаңағыдай мынау есептеулері бойынша Семей сынақ полигонынан мысалы Саржал ауылын жақсы білеміз, жаңағы Семей сынақ полигонының территориясына, шекарасына ең жақын орналасқан ауылдардың бірі. Ол жердің тұрғындары енді кейбір есептеулер бойынша 15 миллизиверт дозаға дейін алды деп есептелінеді. 15 миллизиверт дегеніміз шынына келген кезде бұл жаңағы 15 рет рентгенге түскенмен бірдей болады. 15 миллизиверт дегеніміз ол мынау компьютерный томография деген зерттеуді білеміз, соған бір рет жаңағыдай снимекке түскенмен бірдей болады. Біз енді былайша айтқан кезде компьютерный томографияға түскен кісілердің барлығын жаңағыдай радиациялық эффект күтпейміз ғой. Тура сол сияқты. Сондықтан менің ойымша әлі де мынау Семей сынақ полигонының жаңағы жарылыстары, ол жайындағы ақпарат халыққа дұрыс жетпеген. Бізде өкінішке орай асыра сілтеу жаңағыдай мәселесі бел алып, былайша айтқан кезде мына қоғамда радиофобия деген нәрсе қатты пайда болған. Самолетке ұшқан кезде біз қайсымыз қорықпаймыз ғой. Біз қорқамыз, әгі самолет жарылып атылып кете ме, қонбай қаламыз ба деп жаңағыдай. Білсеңіздер, самолеттің ішінде Семей мен Алматының арасында ұшатын болсаңыз, әлгі біздің дозамыз жердегі дозадан қарағанда 100-150 есе артық болады. Ол жайында ешкім айтпайды мысалы. Сондықтан ақпарат дұрыс жеткізілу керек. Радиофобия мәселесі жаңағыдай талқылану керек. Ол неге пайда болды? Халыққа радиация деген қандай нәрсе, соны дұрыс жеткізе білу керек. Сол кезде біз жаңағыдай көзіміз ашылып, ақты ақ, қараны қара деп ажырата аламыз. Рахмет үлкен, барлығы өте түсінікті. Және де келесі сұрағым, осы атом электр станциясының жұмысының барысында қандай да бір қалдықтары шыға ма, және сол қалдықтарын қалай өңдейді немесе қалайша сақтайды? Енді тағы да қайталап айтамын, мен былайша айтқан кезде ядролық технологиялар саласындағы ол үлкен бір бағыт қой. Оның нақты маманы емеспін, мен радиобиологияға жақынырақпын. Дегенмен жаңа бұқаралық ақпарат құралдары болсын, газет журналдарды оқимыз, мамандардың жаңағыдай интервьюін тыңдаймыз. Сонда мына ұлттық ядролық орталықтың бас директоры Батырбеков Ерлан Ғаділетұлының интервьюін тыңдасаңыздар, ол кісі мына атом электростанциясында пайдаланатын жаңағы жанар жағармай, ядерное топливо деп айтамыз ғой. Оны біз мынау көмірдің қалдығы сияқты, я болмаса басқа мына қаладағы үлкен біздің қалалық қоқсық тастайтын қойма бар ғой. Сол сияқты үлкен объем емес ол. Біріншіден ол метр кубпен есептелінетін нәрсе. Екіншіден бұл жаңағыдай пайдаланылған жанар топливо, ядерное топливо 85% болашақта пайдаланылады. Олар былайша айтқан кезде өзінің уақытын күтуде. Оны біз мүлдем тастай салмаймыз. Ол өте қажетті материал, сырье деп айтамыз ғой. Сондықтан бұны қалдық деп айтуға да келмейді. Бұл болашақтың еншісіндегі жаңағыдай өте құнды материал, оны да біз іске жаратамыз. Қандай технологиялар арқылы, қандай салаларда мен оны нақты айта алмаймын. Бірақ жаңағыдай бұл болашақта өз орнын табатын материал деп қарастыру керек. Рахмет үлкен. Жалпы енді келесі сұрағым, осы атом электр станциясын салу қанша уақытты талап етеді? Енді әртүрлі эксперттердің пайымдауынша жаңағыдай бір 10-15 жылға астам уақыт кетеді. Сондықтан да айтып отырмын, ол мүмкін бізге дәл қазір пайдасын тигізбеуі мүмкін. Бірақ
болашақ ұрпаққа еліміздің жаңағыдай мынау электр энергиясына жаңағыдай мұқтаждығын қамтамасыз ету мәселесі бойынша жасалған нәрсе. Жаңағы алла жазса, білмеймін енді, осы референдум өткеннен кейін халық қолдап жаңағыдай жауапты органдар тиісті жаңағыдай қызметін атқарып уақытылы бастап уақытылы аяқтайтын болсақ, жаңағыдай жоспар бойынша 35-40 жылға таман бітіп оны іске қосып жатсақ, ол жақсы болар еді менің ойымша. Тамаша. Жалпы енді осы қазіргі таңда осы атом электр станциясына жұмыс жасайтын кадрларды дайындау жұмысы қалайдан жүргізіліп жатыр деп ойлайсыз? Енді бағана мен интервьюдің басында айтып кеттім, бізде бұл салада жұмыс жасап жатқан қызметкерлер, мекемелер өте көп. Атом электр ұлттық ядролық орталықтың жаңағыдай институттары болсын, ол Алматыдағы ядролық физика институты болсын, оның Астанадағы филиалы бар, ол жерде де үлкен бір ускоритель тұр. Қазіргі уақытта мынау онкологиялық центр ядерной медицины дейміз ғой, сол жерде де үлкен ускорительдер бар. Осы жерге мамандықтардың барлығын біздің алдыңғы қатарлы мынау Евразиялық ұлттық университеті бар, Әл-Фараби атындағы ұлттық университет бар, біздің мынау жергілікті Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті бар. Осыдан бір 10, 20 жыл, 30 жыл астамнан уақыт бұл ғалымдарды, бұл мамандарды дайындап келеді. Бізде бұндай, былай айтқан кезде, бұл жағынан мұқтаждық, қиыншылық ешқандай жоқ. Мен өзім мысалы енді 2000 жылдар оқуға түстім. Менімен қатар түскен ядролық физика жаңағыдай мамандығына түскен менің жолдастарым, достарым өте көп. 2000 жылы. Содан бері бұл жаңағыдай енді өзгерді, техническая физика болып өзгерді. Ол балалар қазір үлкен қызметкерлер, осы ядролық салада жұмыс жасап жатқан мамандар. Қазақстан бұл сұрақты тәуелсіздік алғаннан бері көтеріп, ол бағытта жұмыс жасап келе жатыр. Оны да жақсы түсіну керек. Сондықтан кадр дайындау мәселесі біз үшін мүлдем бір айтатын, талқылайтын мәселе емес. Рахмет үлкен. Жанат Абылқанұлы, келіп уақытыңызды бөліп, және де осылайынан өз пікіріңізбен бөліскеніңізге алғысымызды білдіреміз. Жалпы енді осымен біздің сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Құрметті көрермендер, сіздерге бүгінгі біздің сұхбатымыз пайдалы болды деген үміттеміз. Біз сіздермен қоштаспаймыз, келесі кездескенше.